Өткен тәулікте Қазақстанда коронавирус инфекциясына оң ПЦР мен 66 науқас анықталды. 98 адам сауығып шықты. Онан тыс, коронавирус инфекциясы белгілері мен пневмония мен аурудың 262 оқиғасы тіркелген, және 46 адам сауыққан. Қазақстанда ахуал тұрақты және барлық аймақтар жасыл аймақта тұрғанына қарамастан, өзге елдерде жағдай нашарлап бара жатқаны байқалады. Сондықтан инфекцияны республика аумағына әкелудің алдын алу мақсатында ведомство аралық комиссия келесі шешімдерді қабылдады. Өзге елдермен әуе қатынауын жандандыруды тоқтатуды, әуе қатынауы жандандырылған елдермен рейстердің санын арттырмауды, Түркияға рейстер санын қысқартуды, екінші категория елдерінен келетін тұлғалар үшін термометрия, сауалнама, COVID-19-ға тексеру туралы анықтаманың болуын, оның алыну күнінен 3 тәуліктен көп уақыт өтпеу керек, осы міндетті талаптарды белгілеуді. Анықтама жоқтығында келгендер коронавирус инфекциясына зертханалық тексеру жасау үшін 2 тәулікке дейін оқшауландырылады. Нәтиже алынғаннан кейін оң ПЦР мен тұлғалар инфекциялық стационарға теріс нәтижесімен белгіленген жерде жіберіледі. Дәл осындай талаптар Еуразиялық экономикалық одақ пен Өзбекстан елдерімен автоөткелдердегі өткізу бекеттерінен мемлекеттік шекарадан өтетін тұлғаларға қолданылады. Ведомство аралық комиссияның COVID-19-ды таратпау жөніндегі шешімі өз күшіне енді.